Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз «Американский огурчик» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бірер секунд, ал мен үшін үлкен қолдау. Ал біз бастаймыз. Фильм бас кейіпкерді көрсетуден басталады. Ол Польшаның Шлюпс қаласында 1919 жыл өмір сүреді. Ол арда қазумен айналысады. Оның жұмысы жақсы жүрмейді. Күректері де, арбасы да сына береді. Бір күні ол Сараны көреді. Қыз оған бірден ұнап қалады. Ол әдемі, ұқыпты, тіпті тістері де түгел. Ол онымен таныспақшы болады. Әрине, одан ештеңе шықпайды. Бірақ Гершал көңілін түсірмейді. Ол жақсы жұмыс істеп оған қол жеткізбекші. Ол оған қақталған балық әперіп жүрегін жаулап алады. Оның ең бақытты кезі. Ол олардың арасында байланыстыратын зат көп екенін айтады. Жақсы көретін түсі қара, ал әке-шешелерін казактар өлтірген. Олар армандарымен бөлісіп отырып үйлену керек деп шешеді. Бірақ Шлюпске казактар шабуыл жасайды. Олар ауылдың астаң-кестеңін шығарады. Сөйтіп олар Нью-Йоркке көшеді. Ол қияр тұздаушы фабрикасына жұмысқа кіреді. Ол тұздаушы емес, егеу құйрықты өлтіруші болып жұмыс істейді. Олардың көп нәрсеге қолдары жете бермейтін. Ол өмірінде бір рет болсын газдалған сусын ішкісі келетін. Ол кезде қымбат болатын. Бірақ ол әйелінің арманын орындай алды. Екеуі үшін мазардан жер алды. Сараның аяғы ауыр болады. Гершал баласы күшті болады деп ант етеді. Балаларының баласы да. Ал отбасы 100 жылдан кейін де көркейеді. Бір күні жұмыста Гершалға егеу құйрықтар шабуыл жасайды. Қашып жүріп, ол қияр салатын бөшкеге құлап кетеді. Оның қақпағын жауып, фабрика бірден жабылып қалады. Көптеген жылдар өтеді. Дәлірек айтсақ, 100 жыл. Нью-Йорк өзгерген, ал фабрика дәл қалпында. Балалар дронмен ойнап жүріп, фабрикадағы бөшкенің қақпағын абайсызда ашып жібереді. Оның ішінен 100 жылдық қиярды көреді. Әрі дым өзгермеген Гершалды. Пресс-конференцияда дәрігерлер консерві оны өзгертпей сақтаған болу керек дейді. Репортерлар сенбейді. Ғалымдар бір-екі ауыз түсіндірген болғанда бәрі сене қалады. Гершал Сараның қайтыс болғанына 80 жыл болғанын біледі. Олардың балалары да дегенде ол ашуланып дәрігерді ұрып жібереді. Кейін дәрігер шөбересін тапқанын айтады. Ол бұл жаңалыққа қуанып, Сараға берген уәдесінде тұрғанына сенімді болады. Олар қуана көрседі. Әлем қатты өзгерген. Басында Гершал қорқады. Шөбересі оны үйіне әкеледі. Оны қатты таң қалдырған газдалған сусын еді. Ол өз уақытында дәмін татқысы келген, бірақ қаражаты жетпеген. Гершал заманауи өмірмен таныса бастайды. Музыка, нәсіл теңдігі жайлы біледі. Ал электросамокаттар оған ұнамайды. Беннің 20-дан астам шұлығы бар екенін білгенде, шөбересі ең табысты адам деп елестетеді. Бен кім болып жұмыс жасайтынын көрсетеді. Ол ұялы телефондағы мәзірді жасаушы. Ол оған отбасылық альбомды көрсетеді. Ол жерде Гершал мен Сара, баласы әрі немересі бар. Оның баласы кірпіш зауытында бригадир болған, ал немересі есептеуші. Беннің әке-шешесі қайтыс болған. Гершал мазарға баруды ұсынады. Бірақ Бен қарсы болады, өйткені атеист. Келесі күні олар мазарға барады. Гершал өздерінің әдемі мазарларын құртқанын көреді. Ол дұғасын оқи бастағанда жұмысшылар келіп, арақтың жарнамасын іледі. Гершал ашуланып оларға қарай жақындайды. Өйткені оларды казактар деп ойлайды. Гершал төбелесіп жұмысшыларды соққыға жығады. Оларды бөлімшеге әкеледі. Ол жерден шығып, ол Бенге отбасының абыройын қорғамадың дейді. Ол жұмысы көп екенін айтады. Гершал оны ынталандырып жібереді. Танысы жұмысы жақсы екенін айтады. Бірақ келісім олар заң бұзғаны үшін бұзылады. Бен үйіне ашуланып қайтады. Гершал екеуі ұрсыса бастайды. Гершал өздерінің қияр тұздайтын жерін ашып, бай болуды ұсынады. Бен онымен келіспейді. Гершал оған қателескеніңді дәлелдеймін дейді. Ол дүкендегі барлық қиярды алмақ болады. Бірақ ақшасы болмағандықтан кетіп қалады. Кейін қоқсықтан қияр тауып алып кетеді. Тағы ісіне жарарлық заттарды алады. Кейін шөлмектерін суға толтыру үшін жаңбырды күтеді. Көшеде өзінің өнімін сата бастайды. Оны тұтынушылар видеоға түсіріп алады. Гершал сол видеодан кейін танымал болады. Ал теледидарда ол Бенге казактардан сол жерді арақтың жарнамасын сатып алып, ақымақ болғанын дәлелдейтінін айтады. Ол өзінің құпиясын шатырдан аққан жаңбырдың суы құстың нәжісімен қосатынын айтады. Бен бұны пайдаланып арыз түсіреді.
Тексеру келіп $20,000 айыппұл салып, сату орнын жауып тастайды. Бірақ оны интернетке салған жігіттер еріктілерді жалдап, саудасын үлкейтуді ұсынады. Тістеріне қарап, адамдарды жинап, қалай қиярды тұздау керек екенін үйретеді. Беннің қолынан ештеңе келмейді. Гершелдің ісі алға басады. Барлығы оның қиярын жей бастайды. Ол жерді сатып алып, мазарды жақсылап тазартады. Гершел Бенге келіп, отбасылық абыройды қалпына келтіргенін айтады. Ол Беннің өмірін жақсарту үшін келді. Бен оны алдамақ болады. Ол Twitter ашып, ол жерге ойыңа келгенді жазып, ғайбат сөздер айтсаң, одан да табысты боласың дейді. Ол көмекші жалдап, неше түрлі боқауыз сөздер жаздырады. Таң атысымен оған ашулы адамдар келеді. Көмекшісіз де соларға қосылады. Ол түсінбей дал болады. Біреуі оны ақымақ десе, кейбірі оны сөз бостандығының күресшісі дейді. Сөйтіп көпшілік Гершелдің жағына шығып, ол өте танымал болады. Ол не болып жатқанын түсінбейтінін айтады. Сөз талас кезінде әйел адам, әйелдер шынымен қызмет етуге жаралды деп ойлайсыз ба дегенде, ол көпшілікке ұнайтын сөздер айтады. Оның сүт беретін көкірегі бар. Оның кіндіктен төмен жері бала туу үшін немесе ұсыну үшін жаралған дейді. Барлық сұраққа ол бұрынғы көзқараспен жауап береді. Бұл адамдарға қатты ұнайды. Ол мәжіліске қатысқысы келетінін айтады. Бен оған ыңғайсыз сұрақ қояды. Ол шешесі мен Иисус жайлы бір түрлі жауап береді. Бұл барлығына ұнамайды. Ол адамдардан әрең қашып кетеді. Бенге барып, Канадаға бару үшін көмектесуін сұрайды. Бен келіседі. Орман арасымен кетіп бара жатып, Бен құлап қалып жарақаттанып қалады. Гершел оған көмектескенде, Бен өзін оның алдында кінәлі сезінеді. Кейін ол барлығын сол ұйымдастырғанын айтады. Гершел оны ұрып жібереді. Патруль оларды көріп қалады. Гершел сақалын бірден алып, Бенмін деп шөбересін ұстап береді. Оны соттайды. Бенді шлюпске жер аударады. Ал нағыз Гершел шөбересін теледидардан көріп, көңілі түсіп кетеді. Бен шлюпске келіп храмды паналайды. Ол басқа еврейлермен бірге дұға оқиды. Гершел осы уақыт бойы жанында тұрған. Ол Беннен кешірім сұрайды. Бен отбасына жақсы қарап, әке-шешесіне қосымша жасап шығарамын деп уәде берген. Бірін-бірін кешіріп, олар бірге бизнес жасауға келіседі. Олар Америкаға келіп, мазарға барып, бірге дұға оқиды. Фильм осымен аяқталады. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.